Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерге детский травмамен жұмыс істеудің жолдарын айтайын. Детский травма дегеніміз жалпы балалық шақта орындалмай қалған, немесе бір түйткілді жағдайлардан болмай қалған негативті состояниялардан жадында адамдардың қорқынышты болып, неудачный болып қалып қойған сезімдер. Негізі оны емдеу, онымен жұмыс істеу өте қиын нәрсе емес. Адамдар өздері ақ онымен жұмыс істей алуға болады. Ол қалай дейсіз бе? Жалпы біз балалық шағымызда негізі барлығымыз удачный боламыз. Барлық нәрсе удачный, яғни оңынан болып кеткен. Барлығы орындалатын біздің бала қиялымыз, бала арманымыз, жалпы тілектеріміздің барлығы орындалатын. Бірақ бір кездері бір киім ала алмай қалып, бір ойыншық ала алмай қалдық та, біз сол нәрсені жадымызда сақтап аламыз. Жадымызда сақтап аламыз да, ол біздің психикамызда ол бала күнгі дүние деп қалмайды да. Жаңағы бүгін ойлансаң, бүгін ойыңда тұрады. Кәдімгідей болмай қалған сияқты. Сондықтан ол жалпы өміріміздің бір-ақ сәті, бір-ақ рет болмай қалған болымсыз жайт. Сондықтан оны ойыңызда жаңағы ересек позициясына, ересек адамның, ақылды адамның санасына өтіп, ол менде бір-ақ рет неудачный жағдай болған. Ол қалыпты жағдай, бірақ мен қазір есейдім. Сондықтан оны қазір мен жақсы жағына өзгертіп алуына болады. Қазіргі уақытта мен ондай жағдайды жасай аламын. Қазір ондай менде қорқыныш болмау керек, өйткені мен ересек адаммын деген сияқты сондай установкалармен дейді ғой, айырбастап детский травманы емдеуге болады. Негізі детский травманы емдеген дұрыс. Сондықтан жолыңыз болмай жатса, ылғи да бірдеңе жетіспей жүрсе, тереңірек отырып, терең демалып ойланып көріңіз. Балалық шағыңызда, бала қиялыңызда, бала күніңізде қандай нәрселер, қандай дүниелер сәтсіз болып еді. Сол дүниелерді бүгінгі ересек шағыңызда сәтті қадамдар жасау арқылы детский травманы емдеуге болады. Сол арқылы барлық ісіңіз соңынан болады.